Сонымен қай жерге тоқтауға болмайды екен? Біріншісі. Жоқ, жалпы қысқаша айтқанда, басқа көліктерге, жаяу адамдарға кедергі жасайды. Мысал келтірейік. Мысалы, ана дворда подъездге кіретін жерге біреу машинасын тақап тұмсығын кіргізіп қойды. Әйел адам коляскамен шығайын десе шыға ала ма? Шыға алмайды. Не болмаса магазиндерде инвалидтердің көтерілетін пандустар бар. Білеміз ғой? Инвалидный коляскадан өте алмайды, ступенькамен, пандуспен көтеріледі. Сол пандусқа біреу машинасын қойып қойды. Инвалид қалай көтеріледі? Болмайды. Не болмаса мына жерде канализационный люктер бар. Біреу машинасын тастады да командир оқуға кетіп қалды. Бір аптаға. Ол жерде авария болды, люк ашайын десе біреу машинасы тұр. Бола ма? Болмайды. Екіншісі, қауіп төндіретін жерлер. Жаңа айттым ғой, көрініс шектелген жерлер, көрінбейтін жерлерге машинаны тоқтатуға болмайды. Ондай жерде тұруға болмайды.